Сонымен қымбатты телекөрермен көріп отырсыздар, жасанды интеллекттің қазір күн сайын дамып келе жатқандығы, жаңа осы бейнесюжетті көріп отырып, Нұрсұлу әріптесім айтады, қазір тіпті кинофильмдерде түсіп жатқан сыңайлы. Дәл осы мен күні кеше жасанды интеллекттің қызметін пайдаланған болатынмын. Ол маған 2 минуттың ішінде дайын презентация жасап берген болады. Міне қараңыз, одан бөлек әлеуметтік желіден, интернет желісінен, әлеуметтік желіден дәл осы жасанды интеллекттің арқасында ешқандай да шығынсыз, тек қана сценарий жазу арқылы кино түсіріліп жатқанын да көрдім, естідім. Қандай керемет, таң қалдым бір жағынан. Әрине, бірақ енді соның барлығы бір пайдалы дүниелермен ұлассын деген біз кеңес айтамыз. Ал енді қымбат телекөрермен бағдарламамызды ары қарай сұхбатпен жалғастырайын деп отырмыз. Сұхбат болғанда да ең маңызды. Неге? Себебі қазір мектеп бітіруші түлектер ұлттық бірыңғай тестілеуді өткеннен кейін қайда оқимын, қандай жоғары оқу орнын дұрыс таңдаған дұрыс деген сияқты сауал туындайтын шығар. Сол себептен де сол түлектер үшін және ата-аналар үшін ең маңызды сұхбат болайын деп тұр. Таныстырып өтейік. Құрметті телекөрермен, студиямызда қонақта Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті тарих және педагогика факультетінің деканы, филология ғылымдарының кандидаты Құрманғали Оразбаев. Және де филология факультетінің деканы, филология ғылымдарының кандидаты, доцент Әзімхан Ыбырайым студиямызда қонақта. Ассалаумағалейкум. Таң қайырлы болсын, қош келдіңіздер. Көңіл күй, жағдайларыңыз қалай? Өте жақсы. Енді жаңа эфирге дейін біз айтып жатырмыз, жылына бір рет дәл осындай тікелей эфирде жолығамыз. Себебі мынау студенттер үшін өте маңызды болып отыр. Бәріміз студент болдық, бәріміз түлек болдық. Сол кезде мектеп бітіргеннен кейін қайда оқимыз, қай жоғары оқу орнын таңдаған дұрыс деген сияқты сұрақ туындайды. Соның бір жауап ретінде үлкен бір сұхбат болайын деп тұр. Енді Құрманғали мырза, алдымен сізден бастағым келіп отыр. Жалпы бітіруші түлектер дәл осы университетті неге таңдауы тиіс? Ұтымды қандай тұстары бар? Енді ортақ сауал, екеуіңізге де жауап берсеңіздер. Ол жалпы мектеп бітіріп, өмірге жолдама алғаннан кейін адам бірінші тиянақты білім алу керек. Ол тиянақты білімнің барлық мәселесі бірінші адамның өзіне байланысты ізденісіне. Және екінші мәселе ол оқу орнының базасына байланысты. Және ондағы оқытушылардың сапасына байланысты. Өздеріңіз білесіздер, неге бізде Мұхтар Әуезов университетін таңдау керек деген мәселенің сұрағын қойып отырсыз. Себеп бұл оңтүстік Қазақстанда мынау Шымкент қаласы бар, Түркістан облысы бар. Және мынау Қазақстанның өзіндегі рейтингтегі орнына қарап анықталады бұл. Сондағы профессор оқытушылардың сапасы анықталады. Және университеттің сапасы анықталады. Осы мәселеде біздің университетіміз әртүрлі критерий бойынша Қазақстан бойынша үшінші, кейбір кезде екінші орындарда, кейбір салалары бойынша бірінші орынға шығып кетеді. Сондықтан да осындай оқу орындарында білім алу болашақ жастардың болашағындағы үлкен маңызды рөл атқарады. Және де екінші мәселе, біздің университетімізде оқу және бұл халықаралық байланыстарға байланысты. Біздің университетіміз мынау кез келген мынау шетелдік жоғары оқу орындарымен тығыз ғылыми және білім студенттердің академиялық ұтқырлығы бойынша тығыз байланыстамыз. Біздің студенттеріміз мынау Қытайда, Кореяда, мынау Батыс Европа, Польшада, Германияда өзінің 6 ай оқуын, келер жылы тағы да өзінің 6 ай оқуын сонда жалғастыра алады. Бұның өзі біздің университетіміздің дипломының өзі мынау қазір Европаға шыққан кезде халықаралық деңгейде мойындалады. Сондықтан да тілді біліп университетті жақсы бітірген маман халықаралық деңгейде қызмет ете алады. Сондықтан да бұның болашағы осы жағынан зор болып табылады. Сондықтан да біздің университетімізге келіп білім алу жастардың өзінің болашағына нағыз таңдау жасау болып табылады деп ойлаймын. Жақсы. Енді факультет, қоса кетіңіз, және факультетті қандай жетістіктер бар, осы төңірегін айтып өтсеңіз. Жалпы енді қазіргі ең негізгі мәселе мамандық таңдауы болып тұр ғой. Біз бала кезде, біз мектеп бітірген кезде мамандық таңдауды негізгі рөлді мұғалімдеріміз атқаратын еді. Соларға көп жүгінетін едік. Өзіміздің арман қиялымыз іске қосылатын.
Қазір мен қуанамын, өйткені қазір мамандық таңдауда жан-жақты ақпарат алуға болады. Қандай жоғарғы оқу орны бар, қандай мамандық бар, оның болашағы қандай, оған сұраныс қандай, қазір кез келген ақпаратты ашық түрде тауып, танысып, біліп алуға болады. Енді біздің университетте неге таңдауға болады дегенде қазір Құрманғали әріптесіміз айтып өтті. Дегенмен тағы бір-екі мәселені қосып кетейін. Біріншіден, жаңағы түрлі ұлттық халықаралық рейтингтер бар. Осы жоғарғы оқу орындарының сапасын, рейтингісін анықтайтын. Сол рейтингтерде біздің университет соңғы жылдары жүйелі түрде жоғарғы орындардан көрініп келе жатыр. Мысалы, ұлттық рейтингтерде біз алғашқы үштіктен түскен емеспіз. Сондай-ақ халықаралық күрес рейтингтері бойынша да осы Қазақстандағы вуздардың алғашқы легінде жүргеніміз біз үшін мақтаныш, ал балалар үшін болашаққа жақсы білімге деген кепіл деп ойлаймын. Оның үстіне біздің университет енді өңірлік университеттердің ішінде алғашқысы болып, былтырғы жылы зерттеу университеті атанды. Осындай статус алды. Бұл мәртебе біздің Қазақстандағы санаулы ғана жоғары оқу орындарында бар. Және біз сонымен қатар енді негізгі мақсат бізде ұлттық университет мәртебесіне ие болу. Осы бағытта қазір қызу жұмыс жүргізіліп жатыр. Мен ойлаймын, жақын арада оның нәтижесі болып қалады. Сондықтан сосын біздің тағы да бір артықшылығы, біздің университет көп салалы университет болғаннан кейін өзің қалаған кез келген мамандықты біздің университеттен табуға болады. Сол үшін мен шақырамын барлық білім алушыларды биыл біздің университетке. Жақсы. Иә, дәл осы тұста Құрманғали мырзаға сұрақ қойғым келіп отыр. Жаңа өзіңіз бөлісе кеткендей, шетелді, яғни халықаралық деңгейде білім алуға болады дедіңіз. Одан бөлек бәрімізге белгілі Мұхтар Әуезов университеті әлемдік рейтингте тұр, үздік университеттердің қатарында. Дәл қазіргі таңда дәл осылай шет елдерде оқудың шарттары қандай? Жалпы студенттерге деген. Бұның шарттары, бірінші шарт, қазір мысалы менің өзімнің факультетім туралы айтатын болсақ, бірінші студенттердің шет тілін меңгеруі. Бұл шет тілін меңгеруі не байланысты шет тілін сабақтары жүреді. Екінші нәрсе, студенттерге шет тілін меңгертуде бізде арнайы орталық бар. Сол орталыққа барып, өзінің сабақтан тыс уақытысында өзінің білімін жетілдіріп, мынау ағылшын тілінің IELTS, TOEFL деген бағдарламалары бойынша емтиханды тегін тапсыруға мүмкіншіліктері бар олардың. Осы сертификатты алады студент. Алғаннан кейін кез келген уақытта оның басқа сабақтар үлгерімі өте жоғары болатын болса, GPA балл дейді, солысы жоғары болатын болса, тіл білетін жаңағы сертификаттар болатын болса, олар кез келген жерде өзіміздің сала бойынша білім алады. Мысалы, менде былтыр Нұрила деген қыз бітірді. Ол 2 рет Польшаға барып келді. Сол Польша мемлекетінде 6 айдан өзінің білімдерін жетілдірді. Сол мүмкіндікті пайдаланды демек. Мүмкіндікті толық пайдаланады. Бұл жерде тек екінші мәселе, қазіргі оқу критерийінде адам өз-өзін дамытады ғой. Қазір мынау смартфон, қалта телефондарының өзін, мысалы, бір болмайтын ойындарға, болмаса неге пайдалану емес. Мысалы, кейбір студенттеріміз осында тіл үйренеді. Кинолар көреді. Мен байқап отырам. Бос уақыттарында осы сала жөнінде де осы техниканың үлкен жетістіктерін өздерінің сол тіл үйренуіне жұмсап отырады. Сөйтіп отырып, өздерінің сол жаңағы мемлекеттерде білім алады. Енді бірінші қазір критерий, мысалы, енді ағылшын тілі деп отырмыз. Қазір кеше біздің басшылығына Қытай мемлекетімен де не жасап келіп отыр, келісімшарттар жасасып келіп отыр. Енді Қытай тілін білу, Кореяның тілдерін, сояқтағы білімдерін жетілдіріп жатыр. Ондағы үлкен оңтүстік Кореядағы жоғары оқу орындарымен де келісімшарттар жасалынып отыр. Енді үлкен мәселелер болып отыр. Қазіргі кезде енді бір келісімшарт, Аризона университеттерімен де келісімшарттар жасалып жатыр. Болашақта ондай бір бағдарламалар болуы мүмкін енді. Жақсы, енді филология факультетіне тоқталайық. Жалпы факультеттің қазіргі уақытта жеткен жетістігі және биылғы оқу жылында қандай нәтижелі жұмыстар болды, айтып өтсеңіз. Жалпы енді филологияда біз
19 білім беру бағдарламасы бойынша 3 сатыда жаңағы магистратура, бакалавр, докторантура бойынша 19 білім беру бағдарламасы бойынша білім береміз. Бүгінгі таңда 1000 студентіміз бар. Өте үлкен факультеттердің бірі, және соңғы жылдар сұранысқа ие болып жүрген. Соның ішінде атап өткім келе журналистика да бар. Бұрын бакалавр бойынша дайындаушы, биылғы оқу жылынан бастап магистратура бойынша да бізде білім бере аламыз. Бізге және әріптестеріміз үлкен қуанышы жаңалық қой. Құлақ қағыс қылып қояйын деп жатырмын журналистерге. Жалпы біз енді негізгі мамандығымыз біздің педагогикалық бағыттар мен гуманитарлық бағыттағы тіл мамандарын дайындаймыз. Қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі, өзбек тілі, негізгі оқыту тілдері осылар болып табылады. Қосымша шет тілі мамандары үшін екінші тіл оқытылады. Ол неміс, француз, Қытай тілдерін оқытамыз. Міне соңғы жылдар Қытай тіліне басымдық беріліп келе жатыр, өйткені сұраныс көбейіп келе жатыр. Өйткені Қытай тіліне қазіргі біздің қаламызда да көптеген Қытайдың компаниялар келіп отыр, соған байланысты Қытай тіліне сұраныс болып жатыр. Болашақта енді бізде жоспар бар Қытай тілін арнайы негізгі тіл ретінде оқыту. Енді біз сол сабақ беру барысында жағы осы тілдерді оқыту барысында түрлі әлемдік жетістіктерді пайдаланамыз, методикаларды пайдаланамыз. Мысалы біздің шет тіл, екі шет тіл білім беру бағдарламасы осы 24-ші оқу жылы бойынша, жаңа айттық, QS рейтингісі бар, пәндердің. Жоғарғы оқу орындарының рейтингісі бар, және пәндердің рейтингісі бар. Сол пәндердің рейтингісінде 24-ші жылы 301-340 позицияда тұрсақ, 25-ші жыл бұл 251-300 позицияның арасында тұрмыз. Бұл Қазақстанның біздің вуз үшін өте үлкен көрсеткіш. Өйткені бұндай нәтиже жеткізу ол өте жүйелі жұмысты талап етеді. Сондықтан біз үшін бұл мақтаныш. Сонымен қатар тек қана біз енді филолог болғаннан кейін білім берумен шектелмейміз, балаларымызды түрлі шығармашылық жұмыстарға, қосымша әртүрлі баланың барлық потенциалын дамытуға, әртүрлі спорттық жұмыстарда тартылатын. Университетте жақсы түрлі секциялар бар, бізде түрлі арнайы кәсіптік білім факультет бар, осындай өнерге баулайтын, спортқа баулайтын. Сондықтан студенттерге жан-жақты жағдай жасалған деп ойлаймын. Жатақханамен қамтамасыз етіледі. Сосын және біздің университеттің бір артықшылығын айтып кетейік, ол біздің қаламызда осы бізде ғана әскери кафедра жұмыс істейді. Ол біздің жігіттеріміз үшін өте үлкен жақсы мүмкіндік деп ойлаймын. Жақсы, соның ішінде енді журналистика, жаңа айтып қалдыңыз ғой, жақында биылғы оқу жылында магистратурадан ашылады, яғни? Біз былтырғы оқу жылында ашқанбыз, бірақ енді кештеп аштық та, былтыр бұндай үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп үлгермедік. Биыл енді жоспарлы түрде барлық жерде хабарлама айтып келе жатырмыз. Бізде журналистика білім беру бағдарламасы бойынша магистратураға шақырамыз оқуға. Үлкен жаңалық қой бұл. Қаншама жас таланттар бар, журналист боламын деп жүрген, және бакалаврды бітіргеннен кейін магистратураны басқа жақта оқуға мәжбүр болатын еді, бірақ енді магистратура ашылып жатса тіптен керемет болады, жұмыстарыңыз жемісті болсын. Енді Құрманғали мырза, жаңа Әзімхан мырза айтып өтті. Енді сіздің де өзіңіздің факультетіңіздің мынау жеткен жетістіктері, нәтижелі жұмыстар төңірегінде айтып өтсеңіз. Енді қазіргі кезде біздің мынау факультетімізде 16 білім бағдарламалар жұмыс жасап жатыр. Оның ішінде мына тарих педагогия факультеті болғандықтан кейін мектепке дейінгі және мына балабақша мамандарын даярлаймыз. Екінші бастауыш мектептің мамандарын даярлаймыз. Одан кейінгі мына тарихшыларды, содан кейінгі мына педагогика, психология деген мамандық бар. Соның ішіндегі және арнайы педагогика деген мамандық бар. Және психология деген мамандықтар бар. Соны есептеген кезде, оның жаңа бакалавриаты бар, докторантурасы бар. Есептеген кезде бір 16 білім беру бағдарламасы факультеті жұмыс жасайды. Соның ішіндегі бұл факультеттің енді бір жетістігі, қазіргі кезде біз мынау психологиядан мынау арнайы педагогика деген мамандық бар. Қазір мынау өте үлкен сұраныста. Осы мәселеде біз докторантура ашуға жұмыс жасап жатырмыз. Және тарих мамандығынан докторантураға ашуға жұмыс жасап жатырмыз. Ал енді магистратура, бакалавриаттар жақсы жұмыстарын жасалып жатыр. Енді үлкен мәселе, біздің университет, зерттеу университеті болғандықтан былтырғы бітірген біздің диплом жұмыстары, магистрлік жұмыстар қазір халықтың кәдесінде жарап жатыр. Мысалы, осыдан бірнеше жыл бұрын өзім жетекшілік жасаған кезде, бір 5-6 жыл бұрын ол өзіміздің тәжірибеде бар. Бекзат деген жігіт бітірді. Ол өзінің диплом жұмысы мынау
Сайрам ауданының топонимикасына арнаған еді. Кейін ол Сайрам ауданының 90 жылдығында Саялы Сайрам деп кітап болып шықты. Қазір өлкетану пәнінде оқытылып жатыр. Нәтижесін берді демек. Нәтижесін беріп жатыр. Екінші мәселе, біздегі қазіргі ауданның әдіскері ғылыми кеңестен өтті. Былтыр бітірген еді магистратураны. Ол мына Түлкібас ауданының тарихы. Осы мәселеде жұмыс жасады. Ол қазір ғылыми кеңестен өтеді. Ол сол Түлкібас ауданының оқулығы ретінде оқытылады. Енді біз қазіргі кезде осы салада өзіміз көп тәжірибе жинақтап отырмыз. Қазір бүкіл Түркістан облысының, Шымкент қаласының топонимикалық атаулары тарихына байланысты 13 ауданға байланысты 13 түрлі магистрлік жұмыстар беріп, болашақта осындай нәрсеге тақырыптары дайындалып жатыр, магистрлік жұмыстар беріліп қойды. Болашақта оның бәрі қорғалғаннан кейін сол ауданның өлкетану пәні ретінде оқытылады. Бұның өзі ғылым мен білімнің тығыз байланысы болып тұр. Енді бұны қазір ағылшын тілдеріне, шет тілдеріне аударылса, біздің мына туризм саласындағы салаға да біздің үлкен мәселеге жұмыстар жасап жатырмыз. Бұл осы ғылым мен білімді ұштастыру мақсатында қазіргі қойып жатқан министрліктің талаптары бар, президентіміздің талаптары бар, осы талаптарды. Осы жұмыстарды жасай отырып, біз сапалы маман дайындап, саналы ұрпақты тәрбиелеуге де осындай үлестерді қосып жатыр факультеттің. Жақсы. Енді тағы да бір сауал, көпшіліктің көкейінде жүрген сауал ғой. Сіздердің факультеттеріңізді таңдағанда, мынау оқытушы профессордың құрамын сұрағым келіп отыр. Енді біз білеміз, бұған дейін талай әр факультеттің декандарымен өздерің сияқты азаматтармен сұхбаттастық. Әуезовте кіл мықты оқытушы профессорлар құрамы жетерлік. Бірақ енді мынау көрермен естісін, білсін, сондықтан да осы бір сұраққа тоқталып өтсеңіздер. Мен мысалы біздің мынау үлкен мақтанышымыз мына педагогика саласы. Осы педагогика саласында бізге Қазақстанда шетелге танымал ол кісінің еңбектері неміс, ағылшын тілдеріне аударылған Асия Ахметовна деген профессорымыз бар, академик. Сол кісі біздің факультетімізде жұмыс жасайды, ол кісінің мектебі бар, ол кісінің шәкірттері бар. Осы педагогика саласында, осы этнопедагогика саласында үлкен жемісті жұмыстар жасалып жатыр. Және де қазір профессор алды, Нематжан Шадиметшұлы деген азамат профессорымыз бар. Ол кісі де үлкен өзінің мектебін қалыптастырып, бірнеше докторанттарды қорғатып жатыр. Енді мына тарих саласына келетін болсақ, Ордалы Қоңыратбаев деген ағамыз бар. Біздегі үлкен маман, кезінде академияда істеген, қазір біздің факультетімізде сабақ береді. Ол кісі қазіргі кездегі мынау білім беру бағдарламаларында өзінің жаңа көзқарастарымен, мысалы жаңа бір немен осындай білім беру бағдарламаны өзгерістер енгізді, және лекцияны өзі оқиды, шәкірттер тәрбиелеуде. Енді айта берсек, Евгений Юсович деген ағайымыз бар, және де бір жастар бар, қазір көптеген мынау доктор PhD нені қорғап келіп, болашақ бағдарламасымен жұмыс жасап келіп отыр. Және де үлкен тарихшымыз Сәрсебай Кәрібаев деген профессор ағайымыз бар. Осында жұмыс жасап отыр. Және ол кісі біздің енді тарихшыларымыздың бәрін айта берсек, ол да үлкен жетерлік. Бірақ бұл тарихшыларымыздың еңбегі де өте зор болды. Әсіресе мына жалпы тарих кафедрасы, мынау Қазақстан тарихы кафедраларының профессор оқытушылары былтыр мынау халықты ақтау мақсатында мынау архивтерде жұмыс жасап, комиссия мүшелерінде болды, төрағалық болды. Төраға болды, және мүшелері болды. Сөйтіп көптеген жұмыстар жасап, мемлекетімізге игілікті істерін атқарып келе жатыр. Енді және де біз үлкен нәрсе айтып кететін болсақ, біз енді факультетімізде мынау бастауышта оқытуда да жақсы мамандарымыз жұмыс жасап жатыр. Қазіргі кезде оның ішінде атар айтып болсақ, кафедра меңгерушісі Ермекбай Мұхтар осы педагогика саласы бойынша үлкен жемісті еңбектер етіп келе жатыр. Және Жияшева деген, Жанар деген қызымыз да жақсы жұмыстар атқарып келе жатыр. Жалпы факультеттегі осындай профессор оқытушылардың құрамының біліктілігі өте жоғары деп айтамыз. Жақсы. Осы сауал сізге орайық енді. Енді біздің факультетте әрине ең бірінші кезекте осы профессорлық оқытушылық құрамды басшылыққа аламыз. Жаңа бізде де бұл бағытта қатаң талаптар бар қойылатын оқытушыларға.
біз өзіміздің оқытушыларымызбен мақтанамыз. Жаңа енді аттарын атап өтуге болар. Біздің университет факультетті осы 20 жылдан аса басқарған Болат Тілеубердиев ағамыз бар. Боранбаев Сандыбай ағамыз бар. Мына кафедра меңгерушілерінен Карбозова Гүлнар Күнісбековна, Тасболат Бақыт, Қалдыкөз Сандуғаш деген жақсы мамандарымыз бар. Сонымен қатар бізде жас ғалымдарға да ерекше көңіл бөлінеді. Атап өтсек, жақында ғана бізде осы университеттің қабырғасында жаңашыл педагогтардың халықаралық форумы өтті. Әр түрлі бағыт бойынша сол жерде конкурстар ұйымдастырылды. Сол жерде біздің 2 жас оқытушымыз Хамидолла мен Сәуле Әбдіқайым деген 2 жас оқытушымыз өздерінің ашық сабақтарымен ерекше көзге түсіп бас жүлде 1-ші орын алды. Ол жас оқытушылар үшін өте үлкен көрсеткіш. Сондай-ақ бізде Майгүл Төлегенова деген жас оқытушымыз бар. Ол да үлкен ғылыми проектпен осы медиа сауаттылыққа байланысты арнайы ғылыми жоба ұтып алған, сол бағытта жұмыс істеп жатыр. Сонымен қатар бізде мынау қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының студенттері биыл Сүлеймен Демирел атындағы университетте пәндік олимпиадаға қатысып 3-ші орын алып келді. Орыс тілі мен әдебиеті мамандығының студенттері Орал қаласында өткен пәндік олимпиададан 2-ші орын алып келді. Бұл да біздің оқытушыларымыздың біліктілігін танытса керек. Сонша республикалық деңгейдегі конкурстарда жүлде алу, ол да белгілі бір деңгейдегі біздің оқытушыларымыздың біліктілігінің нәтижесі ғой деп ойлаймын. Еңбектің нәтижесі. Сосын тағы да бір атап кететін нәрсе, бізде жаңа сөздің басында айтып кеттім, докторантура бар. Міне сол докторантура бойынша осыдан 2 жыл бұрын біз арнайы диссертациялық кеңес ашқанбыз. Сол диссертациялық кеңестің 2 жылдық жұмысының нәтижесі осы биылғы оқу жылында бізде 4 адам қорғады. Өздерінің докторлық дипломын алды және осы оқу жылдың аяғына дейін 3 адам қорғайды. Бұл да біздің оқытушыларымыздың жақсы білімін көтерудің бір жақсы нәтижесі деп ойлаймын. Жақсы, иә. Осы жерде бізде абайтану мұхтартану орталығы бар. Мұхтартану орталығында үлкен Қазақстанға танымал ғалымдар жұмыс жасайды. Әсіресе атап айтар болсақ, былтыр биыл марқұм болған ұстазымыз Бекемтас Мырзахметұлы сол орталықта жұмыс жасады. Және абайтану саласы бойынша үлкен жетістіктерге жеткен. Екінші бір мақтанышымыз сол жерде Ақжол Қалшабек деген азамат істейді, ғалым. Ол кісінің қазіргі айтып кетуіміз керек. Мен енді Әзекеңнің сөзін толықтырып кетейін деп, Қазақстанда жалпы әдебиет сөз өнері деген, әдебиет тану дейді, сөз өнері деген бір, әдебиет теориясы дейміз. Бұның басында біздің Ахмет Байтұрсынов, кейінгі Қажым Жұмалиевтер, одан кейін Зейнолла Қабдоловтар тұрса, содан кейін Зәки Ахметов, сол әдебиеттану ғылымына кіріспе деген оқулықты Ақжол Қалшабек қазақ әдебиеті кафедрасында қайттан жазып шықты. Өзінің жаңа танымынан. Бұл енді осыдан бір 3-4-5-6 жыл бұрын болған нәрсе. Сонда ол кісіге АГУ-де, Абай атындағы университетте бүкіл педагогикалық үлкен ғылыми кеңес сол жерде. Сол ғылыми кеңесте профессор Таңжарықова былай баға беріпті. Ахмет Байтұрсыновтың еңбегінен кейін әдебиет танытқыштағы қазақи ұғымда жазылған 2-ші кітап деп. Сол автор сол жерде жұмыс жасайды. Сол кітап бүкіл қазір Қазақстанның жоғарғы оқу орындарында қазақ тілі әдебиетінде сол пән оқытылады. Полянт баспасы оны қазір шығарып жатыр. Қазір сол оқулықты бүкіл Қазақстанның жоғарғы оқу орындары қазақ тілі мен әдебиеті мамандықтары, филология қазақ тілдері осы кітапты пайдаланады. Демек қолданыста. Жақсы. Енді бізге берілген уақыт өз мәресіне таяды. Сондықтан да сұхбат соңында өздеріңіз үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді бізді тамашалатқан қымбат телекөрермендерімізге бір қысқа нұсқа тілектеріңіз болса таңға, одан кейін сұхбатымызды толыққанда аяқтасақ. Мынау құрметті көрермендер, мынау барлықтарыңызға бірінші зор денсаулық тілеймін. Мынау енді әсіресе мынау жас талапкерлерге айтар тілегім, барлықтарыңыз армандарыңыз орындалып, мынау ұлттық бірыңғай тестте жоғарғы балл жинап, өздеріңіздің қалаған мамандықтарыңызға түсіп кетуге тілектеспін. Рахмет. Қадірлі көрермен, біз бүгінгі күндердің сәттілік тілейміз. Жұмадағы барша тілектеріңіз қабыл болсын. Жас биылғы бітірушілерге арнар тілегіміз осы мамандық таңдауда сіздерге Алла сәттілік болсын енді. Алла жар болсын, ақ жол тілейміз сіздерге. Рахмет, жұмыстарыңыз жемісті болсын. Құрметті телекөрермен, бағдарламамызды әрмен қарай өлеккен әуезді әсеммен жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыз.